Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін өте оңай дайындалатын трайфл тәттісін дайындайтын боламыз. Дайындауға аз ғана уақыт кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге керекті заттар: жұмыртқа, қант, сүт, жұмсақ сары май, какао, ұн және қопсытқыш. Жұмыртқаны терең ыдысымызға саламыз және де қантты салып миксерлейміз. Бізде әппақ көбік масса шығу керек. Кейіннен бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды саламыз. Сүтімізді құямыз. Тағы да бір келкі болғанша миксерлейміз. Оның какао алдын ала өлшеп ыдысқа салып қойдым. Және де жаңағы қоспамызға біріктіреміз. Үстіне қопсытқышымызды саламыз, яғни қамыр қопсытқышты салып, тағы да миксерлейміз. Бізде қою, қоймалжың осындай қамыр шығады. Пергамент қағаз төселген формамызға құямыз. Пешті алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. Пеш міндетті түрде ыстық болу керек, достар. Біздің бисквитіміз жақсы көтерілуі үшін 180 градуста 20 минут пісті. Келесі кезекте кремін дайындаймыз. Крем чизге қантты саламыз, миксерлейміз. Араласы бір келкі болғаннан кейін үстіне өлшеніп қойған суық 33% сливкемізді құямыз. Бізде қою крем шығады. Және де біздің бисквитіміз суыды қолымызбен осылайша ұнтақтап шығамыз. Арнайы форманың ішіне, яғни коробканың ішіне түбі жағына кремнен жұқалап жағамыз және де үстіне жаңағы бисквитті теңдей 3-ке бөлеміз. Осы рецепт бойынша бізде 3 трайфл шығады. Және де кремді осындай кондитерлік қалташаға құйып, тегістеп барлық жеріне бір келкетіп құйып шығамыз. Бетін қасықпен немесе осындай арнайы құралмен тегістесеңіздер болады. Кейіннен сізде уақыт болса, тоңазытқышта 3-4 сағатқа қалдырып қойыңыз. Егер сізде уақытыңыз тығыз болса, мұздатқышқа 20 минутқа салыңыздар. Ганашты дайындаймыз. Сливкиді алдын ала ысытып аламыз, қайнатпаймыз. Шоколадымызды салып ерітеміз. Еріген шоколад салқындау керек. Шамалы бөлме температурасында 10 минутта салқындатып алғаннан кейін қатып тұрған трайфлдың бетіне құямыз. Және де осылайша жайлап қозғап шоколадты жаймалаймыз. Кейіннен тоңазытқышқа тағы да бір жарты сағатқа салып қоямыз. Біздің шоколадымыз шамалы тоңазып қатуы керек. Қатқаннан кейін өзіңіздің қалауыңыз бойынша бетін әрлей беруіңізге болады. Біздің трайфлымыз өте керемет болып шығады. Бізге керекті заттар астындағы описание бөлімінде толықтай жазулы тұр. Сол жерден қараңыздар. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.